Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі ерекше тәтті болып шығатын балды тортты бірге жасайық. Қажетті құралдарды описаниеге қалдырамын. Алдымен қамырын жасаймыз. 3 жұмыртқамызды жақсылап миксерлейміз. Кейін қантымызды видеода көрсетілгендей 3 бөлікке бөліп, көпіршігенше миксерлеп аламыз. Осы дайын болған қоспамызды водяной баняда қыздырамыз. Сары май, табиғи балымызды қосып, бір келкі болғанша барлығын ерігенше араластырып аламыз. Баяу отта қыздыруымыз қажет. Кейін үстіне ас содасын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспамызға біртіндеп ұнымызды салып, қамырын жасауға кірісеміз. Дайын болған қамырды кемі 2-3 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Менің қамырым қолға жабыспайтындай болып шықты. Осылай 8 бөлікке бөліп дайындап алдым. Кейін пергамент қағазымызға ұнымызды төсеп, осылай қамырын иілейміз. Өзіңізге қажетті диаметрді өлшеп алуыңызға болады. Шанышқымен осылай етіп, 180 градусқа 3-4 минутқа пісуге жібереміз. Менің корждарым осылай әдемі болып шықты. Барлығын сеткада суытып алдым. Кремін жасауға кірісейік. Салқын сливкиімізді жақсылап миксерлеп алдым. Кейін үстіне сгущенка қаймақ қосып, тағы да 5 минуттай жақсылап миксерледім. Осымен менің кремім дайын. Тортымызды жинауға кірісейік. Видеода көрсетілгендей коржымыздың үстіне кремді жақсылап жағамыз. Үстіне тағы да корж орналастырамыз. Осының үстіне тағы да крем жағамыз. Осы реттілікпен тортымызды жинап шығамыз. Қалған коржды осылай үгітіп, торттың жан-жағына бетіне сеуіп шықтым. Біздің балды тортымыз осылай әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап жіберіңіздер.